Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен 15 минутта дайын болатын пряниктің рецебімен бөлісіп жасап көрсетемін. Пряниктің салмасына вареный сгущенканы қолдандым. Өте нәзік болып шықты. Видеоны өткізіп жібермей, соңына дейін қараңыздар. Пряникқа қажетті заттардың мөлшерін видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Ыдысымызға 200 мл жылы сүт құямыз. 200 грамм қант саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. 450 грамм електен өткізілген ұнымызды бөліп салып отырамыз. Барлығын түгел салмаңыздар. Осылай аз-аздан салып отырып араластырамыз. 1 жұмыртқаны саламыз. Араластырамыз. 40 мл сұйық май құйып тағы да араластырамыз. 1 шай қасық ванилинді қант қосамыз. Жарты шай қасықта тұз саламыз. 15 грамм қопсытқыш салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Қалған ұнымызды саламыз. 30 грамм какао саламыз. Венчикпен араластырамыз. Мінекей, біздің қамырымыз осындай болып шығады. Түсі шоколадный түсте болып, нәзік болып шығады. Жұмыс істеп жатқан столымызға кішкене сұйық май құямыз да, сонда қамырымыз жабысып қалмайды. Қамырымызды алып, осы майланған жерімізге қоямыз. Осындай формаға келтіріп, бөліктерге бөліп аламыз. Менде бір пряниктің қамырының салмағы 50 граммнан өлшеп алдым. Барлығын осындай домалақ формаға келтіріп алдым. Барлығын осындай домалақ формаға келтіріп алғаннан соң, қолымызбен осылай ақырын басамыз ортасын. Шай қасықтың ұшында вареный сгущенка салып, қайтадан осылай қолымызбен жауып, домалақ формаға келтіріп қоямыз. Вареный сгущенканы аздау салыңыздар, әйтпесе піскен кезде сыртқа шығып кетуі мүмкін. Барлық пряниктарымызды осылай ішіне салмасын салып, домалақ формаға келтіріп, листімізға теріп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минуттай пісіреміз. 15 минуттан көп ұстамаңыздар. Прянигіміз пісіп шықты. Енді бетіне жағатын глазурын дайындаймыз. 120 грамм қант ұнтағына жарты лимонның согын осылай сығып құямыз да, венчикпен жақсылап араластырамыз. Араласпамыз осындай болып дайын болды, сұйық болып. Енді пряниктарымыздың барлығына осылай барлық жеріне жағып шығамыз глазурды. Толықтай барлық жеріне тиюі қажет. Осылай жағып болғаннан соң 2-3 сағатқа глазуры қатқанға дейін қойып қоямыз. Глазуры қатқан кезде осындай беті ағарып, әдемі болып шығады. Мінекей, біздің пряниктарымыз өте нәзік, дәмді болып шықты. Өзіме бұл пряник өте қатты ұнайды, себебі салмасы да өте қолжетімді. Сол себепті мен пряникті сатып алмаймын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер.